Бәріңе сәлем оқушылар. Бүгін бізде жаңа ОТО нұсқасын талдау. Менде сайттан 2022 жылдан бері қарай біраз нұсқалар незавершенный қалдыра берген ғой мен. Сатып алғам, ашып қарағам, қалдырғам, сөйтіп көп қылып жинап қойған екем да мен. Сөйтіп енді алдағы уақытта ОТО-дан біраз нұсқалар талдаймыз деген ойдамын. Бұл нұсқалардан кейін как раз қаңтар ұбт біткен кезде қаңтар ұбт-сынан кейін нұсқалар шығады ОТО-дан тағы. Наурыз ұбт қарсаңында тағы нұсқалар шығады, скорее всего. Өте үміттенеміз. Әрі қарай соларды талдап кететін боламыз. Вот, бүгін бізде 6-шы нұсқа талдау. Мынаны, скорее всего, сіздер данный момент еш жерден таппайсыздар. Мынау ОТО-ның базасындағы осындай сұрақтар. Главное ОТО-ның базасынан, потому что сіздерге сұрақтар только ОТО-ның базасынан келеді. Ешбір курстың несінен емес. Ешбір жеке мұғалімнің сұрақтар сізге келмейді. Сізге тек қана ОТО-ның базасынан сұрақтар келу шансы бар. Только осы сұрақтарда бар бұл шанс. Сол себепті давайте көп созбай бастай берейік. Бірінші сұрақ бетеді. Компьютердің процессоры, жадысы, бейне адаптеры, шиналары, деректерді кідіріссіз әрі жылда өңдеуші конфигурациясын біз теңгерілген конфигурация деп атаймыз. То есть сіздің компьютеріңіздің ішінде құрылғылары бір-бірімен жұмыс жасаған кезде ешқандай кідіріс жоқ. Жылдам жұмыс жасайды, бәрі күшті, бәрі мощный, бәрі жақсы. Ну, хотя мощный болмаса да бір-біріне сәйкес келеді. Ал теңгерілмеген конфигурация деп, допустим, сізде мощный процессор бар, SSD жадысы бар, үлкен көлемдегі, аналық тақшаңыз да жақсы өткізеді, бәрін жақсы жұмыс жасайды. Но озу аз, допустим, жедел жадыңыз аз. Мысалы, приложенияларға уақытша жады беретін құрылғыңыздың көлемі аз болса, не істейді? Ноутбугыңыз қатады. Ол жерде процессорыңыз қаншалықты мощный екендігі маңызды емес, мына жерде уже озу жеткіліксіз, жедел жады жеткіліксіз. Ондай конфигурацияны біз теңгерілмеген деп атаймыз. Енді оңтайлы дегенді қарап өтейік. Оңтайлы дегеніміз сіз компьютерді сатып алған кезде тиімді бағада алсаңыз, ішкі құрылғыларының бәрін сипаттамасымен күштілеп тұрып тиімді бағада алсаңыз, ол оңтайлы конфигурация болады. Ұзын анықтамасы келеді, но жалпы компьютерді тиімді бағада сатып алдыңыз дегенге келіңкірейтін анықтамамен келеді жиі. Ал тиімсіз деген, ондай скорее всего сізге келмейді. Но тиімсіз деп айтамыз, если сіз арзан бағадағы ноутбукты негізі қымбатқа сатып алып қойсаңыз, Енді қолданушының жеке деректердің серверге қабылдануы және де тексерілуі ол бізде аутентификация деп аталады. Енді давайте мыналардың бәрін разбор жасап жүрейік. Бірінші тіркелу. Жаңадан бір сайтқа кіресіз, бұрын соңды кірмеген сайтқа. Сіз не істейсіз, ол жаққа тіркелесіз. Тіркелу процесін біз регистрация деп атаймыз. Әрі қарай. Сіз жеке деректеріңізді жазасыз да, серверге қарай жібересіз. Соның серверге қабылданып, әрі қарай тексеріске жіберілуі, ол бізде аутентификация деп аталады, тексерілуін. Енді тексерістің өзіндік несі бар? Тағы бір этап бар, идентификация деп аталады. Сіздің адам екеніңізді тексеру, сізді идентифицировать ету, жалпы сіз кімсіз? Ер адамсыз ба, реально сол адамсыз ба, көрсетіп тұрған ақпаратыңызға сай келетін персонасыз ба деген нәрсені сізді идентифицировать ету, ол идентификация деп аталады. Хорошо. Енді авторизация дегеніміз сол сайтқа тіркеліп жатқан адамға қандай да бір сол клиентке арналған мәліметтерге доступ беру, жалпы права беру, қолжетімділік беруді біз авторизация деп атаймыз. Әрі қарай кеттік. Электронды кітапта 100 бет, әр бетінде 48 жол, әр жолында 64 символ бар. Мына үшеуін біз аламыз да, по сути, көбейте саламыз. 100 көбейтеміз 48, көбейтеміз 64. Енді осыдан шыққан санның соңына байт деп жазасыз. Қандай да бір, шығады қазір бізде. Давайте біз есептегішті алып келейік мына жаққа қарай. Бізде есептегіш. Мында 100 көбейтеміз 48-ге, көбейтеміз 64-ге. Тем болады 307.200 дейді. 307.200 бұл бізде байт. Енді 307.200 деген жоқ мында байттардың ішінде. Бізде килобайтта, значит, жауап. Мынаны килобайтқа түрлендіру үшін сіз 1024-ге бөліп тастайсыз. 1024-ге біз давайте бөліп тастайық. Аны бөлеміз 1024-ге.
300 шығады екен. 300 килобайт. Міне. Б варианты бізде дұрыс болады. Келесі. ASCII кестесіндегі 7 биттік кодтауы 8 биттік кодтауынан 2 есе кіші болады. Б варианты бізде дұрыс болады. Неге десеңіз, 2-нің 7 дәрежесі 128-ге тең. 2-нің 8 дәрежесі 256-ға тең. Енді 256-ны 128-ге бөлсеңіз, 2 шығады. Получается, мына 128 256-дан 2 есе кіші. То есть 7 биттік кодтауы ол бұрынғы стандартты бөлігі ASCII кестесінің. Оның ішінде латын әліпбиінің символдары болған. Әрі қарай ксро мен келісім болды да, кириллица қосылды ол кестенің ішіне. Ал кириллицаға орын жетпейді, сол себепті бір символға беретін өлшемді 7 бит емес 8 бит жасады. Нәтижесінде бізде баламалы бөлік пайда болды. Сол баламалы бөліктің ішінде кириллица әріптері бар, орыс алфавитінің әріптері бар. Енді мынаған просто бір битті қосудың нәтижесінде бізде 128 орыннан 256 орынға қарай ASCII кестесі үлкейді. Келесі, 5D 6 санын біз ондыққа қарай түрлендіру үшін 0, 1, 2 деп жоғары жағын соңынан бастап басына қарай 0-ден бастап нөмірлеп аламыз. Біз 16-лық санау жүйесінен түрлендіріп жатырмыз, сол себепті 16-ны жазамыз. Бірінші разряд мында дәреже болады. Астындағы санға біз көбейтеміз. Қосу қоясыз. Екінші разрядты түсіреміз, 16-ның бір дәрежесі. Көбейтеміз D. D дегеніміз 13 деген сан. Кәдімгі информатика кітабындағы кестені қарасаңыз, A бізде 10, B бізде 11, C бізде 12, D бізде 13. Мынау 13, мынау D. Енді ары қарай қосу қоямыз, 16-ның 0 дәрежесі болады. Көбейтеміз астындағы сан 6-ға. Оны ары қарай біз не істейміз? Есептегішпен есептей саламыз. Так, 16 көбейтеміз 16-ға. Так, көбейтеміз 5-ке. 1280 болды. Қосамыз, давайте жақшаның ішіне жаза берейік. Қосамыз 16 көбейту 13-ке. Так, қосамыз 16-ның 0 дәрежесі 1 болып кетеді. Қосамыз 6-ны. Сонда 1494 шықты. 1494. Ол бізде Б вариант екен. Келесі. Адамның виртуалды әлемге шомып кетуінің зиянды әсеріне жатпайды дейді. А вариантта адамның аса үлкен менмендігі пайда болады, мынау жатпайды. Адам асоциалды болады, то есть адамдармен араласпай кетеді. Бұл жатады. Адам өзінің басты кейіпкерінің рөліне беріліп кете ма? Иә, беріліп кетеді. Уақыт сезімін жоғалта ма? Иә, жоғалтады. Вот осындай дүниелер кітапта жазылған, бұлар жатады. Ал бізге жатпайтыны керек. Жатпайтыны вот мынау. Ары қарай кеттік. F бағанына сай келетін өрнекті көрсетіңіз дейді. Вот F бағаны тұр бізде. Осыған байланысты біз мына өрнектерді қойып көреміз қазір. Мына жерде алғашқы жолды қарайық. 0, 1, 0 деп жазам. Вот как раз X, Y, Z деп тұр. Y бізде терістеліп тұр. Ал арасындағы мына біреу белгі бұл көбейту. Не только мынау. 2 амперсант тұру мүмкін. Мынандай белгі тұру мүмкін. Бұлардың бәрі бізде көбейту. То есть арасына көбейту қоямыз. Енді бір терістеледі, мынау 0 болады. Мынадан 0 шығады. Но бізге 1 шығу керек. Сол себепті мынау бізде қате вариант. Мынаны көреміз. 0, 1, 0 деп жазамыз. Бұнда арасына көбейтулер қояды екенбіз. Вот міне көбейтулер тұр. Біріншісі мен үшіншісі бізде вот терістеліп тұр міне. Мына екеуін терістесек, мынау 1 болады, мынау 1 болады. Мынадан 1 шығады. Мынау сәйкес келіп тұр ма? Иә, келіп тұр. Давайте екінші мәндерді қарап өтсек. 0, 1. Так, ойбай. 1, 0, 1 дейміз. Біріншісі мен үшіншісі терістеледі, арасына көбейту қоямыз. Мынадан 0 шығады. Шықты ма? Шықты. Ары қарай 1, 1, 0 қоямыз. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Мынау мен мынау терістеледі, ортасына көбейту қоямыз. Тең болады, мында 0. Мына 0 болып кетеді оған. Екеуіне көбейтеміз, 0 шығады. Мынау шықты. Вот Б варианты бізде дұрыс екен. Келесі, төмендегі код не істейді дейді. Мына кодты түсіну үшін давайте біз сандар бере салайық. 7 мысалы, 3 мысалы. Ну, допустим, 2 болсын.
Енді осыларды біз бердік мына ABC мәндеріне. Вот мынау бізде 7, мынау 3, мынау 2. Енді давайте біз мында А тең 7 деп жазып алайық. Б тең 3 деп жазып алайық. С тең 2 деп жазып алайық. Енді мында А Б-дан үлкен болса дейді. А бізде 7. Б бізде 3 үлкен болса, онда не істейміз? Екеуін алмастырамыз деген сөз. Мынау алмастырады. То есть А өтір Б тең болады Б өтір А деген, мынау екі айнымалының мәнін алмастыру деген сөз. Б барады да А-ның ішіне қонады, А барады да Б-ның ішіне қонады. Одновременно, бір уақытта. Нәтижесінде мынадан кейін бізде А тең болады 3-ке, Б тең болады 7-ге, С тең болады 2 қала береді. Келесінде Б С-дан үлкен болса, тоже екеуін алмастырып жатыр. То есть мына екеуі алмасады. А тең 3, Б тең 7, 2, С тең 7. Вот. Әрі қарай бізде А Б-дан үлкен болса, екеуін алмастыру тағы қайталанады. Мына екеуі. А Б-дан үлкен ба? Иә. Значит, А тең болады 2-ке, Б тең болады 3-ке, С тең болады 7-ге. Нәтижесінде бізде не шықты? Мыналардың бәрі өсу ретімен шықты, иә? Сандарды өсу ретімен орналастырады деген А варианты бізде дұрыс. Әрі қарай кеттік. Төмендегі кодтан локальды айнымалыны анықтаңыз. Локальды айнымалы ретінде, функцияның параметрін айтқан отоның базасында, сол себепті С варианты бізде дұрыс болады. Мынау ше десеңіз, бұл тоже локальды айнымалы. Фордың локальды буфер айнымалысы. Осын ескермеп, негізі айды мында жазбай қою керек еді. Екеуі де жатады негізі локальды айнымалыға. Енді кодтың ішіндегі локальды айнымалы ретінде параметр тіркелген ото базасында n деп жаттап аласыздар. Именно осы сұрақты осылай жаттап алыңыздар. Либо апелляцияға берсеңіздер болады тоже. Мынаны меңзеп тұрғандықтан сол себепті мынаны жаттай беріңіздер. Хорошо? Келесі. Мадиарға дейді, ата-анасы туған күніне принтер алып берді дейді. Ол принтерді өз компьютеріне қосып препаратты басып шығармақ болды, бірақ принтер істемей қалды. Принтерді басу үшін Мадиарға драйвер орнату керек. Д варианты бізде дұрыс болады. Офис бізде кестемен немесе мәтінді редактормен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Антивирус вирустарға қарсы жұмыс жасайды. Архиватор бізде файлды сжимать етуге арналған немесе файлды разжимать етуге арналған құрылғы. То есть файлды сығу және кеңейту дейді. Осындай құрылғы. Енді осылардың ішінде сіздің принтеріңіздің жұмысына жауап беретін программалардың жиынтығы ол драйвер. Не только принтер, но и компьютеріңіздің ішіндегі жалпы құрылғылардың жұмыс жасауына атсалысатын программа, атсалысатын емес, жалпы соны жұмыс жасауға алып келетін программа ол бізде драйверлер. Енді осындай драйвер принтердің жұмысына керек. Негізгі кестеден іздеуді тездетуге көмек беретін қосалқы кестені біз индекс деп атаймыз. Жазба дегеніміз кестенің ішіндегі жол, кілт дегеніміз әрбір строкаға, әрбір жолға уникалды мән беретін баған, ал өріс дегеніміз просто баған. Сол себепті бізде С вариант дұрыс болады. Үлгімен сөз тіркестің сәйкестігін орнататын SQL команда like. То есть қандай да бір үлгі бойынша іздеу жасайды. Допустим, like пайыз А десек, мынау А-мен аяқталатын сөздерді іздейді. Егер А потом пайыз жасақ, мынау Адан басталатын сөздерді іздейді. Мынау, допустим, былай жазайық. Мынау екінші әріптің қандай болатындығы маңызды емес, Адан басталады, аймен аяқталатын сөздерді іздейді. Мысалы, арай, апай, ағай, атай, осылар келеді мынаған. Мында маңызды емес, ол просто бір символ дегенді білдіреді. Бір символ. Келесі. Кітап дүкені кестесіндегі прайс өрісінің дерек типін анықтаңыз дейді. Прайстың дерек типі бізде бүтін сан. Бүтін санның типі бізде int. Char бізде мәтін. Float бізде бөлшек сан. Date бізде дата, мерзім.
А1 ұяшығына компьютерлік деген, ал С1 ұяшығына жүйелер деген мәтіні жазылған. Мәтіндік хабарламаны біріктіру үшін E1 ұяшығына жазылған формула. Формула десе, сразу алдында теңдігі бар варианттарды қарайсыздар. Алдында теңдігі жоқ па, сразу сызып тастай беріңіздер. Енді алдында теңдігі бардың ішінде Б вариант дұрыс болады. Мынау бізде және дегенді білдіреді, но жалпы біріктіру. Біріктіруді жүзеге асырады да компьютерлік жүйелер деп шығарып тұр мынаны. Енді веб-бетке дыбыс орнатушы HTML тегті біз аудио дейміз. Sound емес. Sound тег емес, BG Sound деген тег бар. BG Sound ол фондық дыбысты орнатушы тег, но ол қазір қолданылмайды көбінесе. Аудио дыбыс орнатушы HTML тег. Пакеттерді тек бағытталған компьютерге ғана жіберуші құрылғыны біз коммутатор деп атаймыз. Вот бізде жалпы коммутатордың екі түрі бар. Біреуі концентратор, біреуі коммутатор. Коммутаторға бір точкадан сигналды жібереміз. Қай жаққа жіберу керектігінің, IP бар делік. Коммутатор алады да, сол IP мен қарайды да, керекті компьютерге ғана сообщение жібереді. Ал концентратор деген бар бізде, екінші түрі. Хаб дейміз оны. Ол бірінші входтан, порттан мысалы мәліметті қабылдай ма? Ол мәліметті алады да, көшірмелерін жасап, қалған выходтарының бәріне қарай жіберіп тастайды. То есть сіздің сообщениеңізді қалған 4 компьютер алады деген сөз. Енді маршрутизатор десеңіздер, маршрутизатор дегеніміз қандай да бір протоколмен, ережемен сіздің мәліметіңізді серверге қарай жол құрып апарушы құрылғы, былайша айтсақ. То есть қандай да бір протоколмен, ережемен жұмыс жасайтын екі компьютер арасында байланыс орнататын құрылғы десек те болады, тағы бір анықтамасы. Но ең басты кілттік сөз ол протокол, хаттама, ереже. Вот. Солар бойынша жұмыс жасайды. Ал адаптер дегеніміз просто жалғаушы құрылғы. Аздаған реклама. Менде алдағы 3 айда информатикадан интенсив курсы басталғалы жатыр. Бұл курстың ішінде 0-ден бастап 100%-ға дейін біз 3 айдың ішінде толық информатиканы қамтып шығатын боламыз. Енді бұл курста бірінші айда Python бойынша толық 0-ден бастап 100%-ға дейін апарып тастаймыз бір айдың ішінде. Екінші айында аздаған есептерден бастап теориялармен аяқтаймыз. Екінші айында 11-ші сыныптың тақырыптарын қамтимыз. Үшінші айында біз Excel-ден бастап, соңында веб жобалаумен аяқтайтын боламыз. Осындай 3 айдан интенсивно өтілетін осындай курстың әр айына жеке-жеке тіркелуге болады. Бір айға тіркелу 30 мың теңге тұрады. 2 айын бірде алсаңыз, сразу бірге 52 мың теңге болады. Сразу 3 айына тіркелсеңіздер, онда 16 мың теңге жеңілдік болады. То есть сіздер бітсеңіздер болады. Даже бірінші ай мен екінші айға ғана тіркелсеңіз болады. Бірінші айынан кейін екінші айын тастап кетіп, үшінші айына тіркелсеңіз болады. Сөйтіп өзіңіз выборочно тіркеле аласыз бұл курсқа. Также курстың 2 айына тіркелген оқушы, мына біреу көк кітап бонусқа кетеді. Тегін жіберіледі почтамен. 3 айға толық тіркелген оқушыларға мына 2 кітап толық тегін жіберіледі. Егер де осы кітаптар сізде уже бар болса, онда Каспиден заказ номерін жібересіздер да, оның құнын біз курстың чегінен шегеріп тастаймыз. Енді бір айға ғана тіркелген оқушылар тоже жеңілдіктерге ие бола алады. Только бірінші айына тіркелдіңіз, допустим, бірінші айын оқып болғаннан кейін екінші айына қарай тіркелем десеңіз, сізге уже 3 мың теңге жеңілдік болады. Екінші айына төлем жасаған кезде сізге мына кітап бонусқа кетеді. Также үшінші айына 6 мың теңге жеңілдік беріледі. Үшінші айына төлем жасалған кезде мына екінші кітап бонусқа кетеді. Енді курс кімдерге керек? Курс информатикадан 45-тен жоғарғы алғысы келетіндерге, ең керекті бал жинаушы тақырыптарды үйренгісі келетіндерге, 0-ден бастап үйренгісі келетіндерге, информатикаға қайталау жасағысы келетіндерге, тек кей тақырыптарды ғана меңгергісі келетіндерге, либо басқа комбинациядан информатқа ауысқысы келетін оқушыларға жарайды, сай келеді. Сол себепті қорықпаңыздар, 3 айдың ішінде информатиканы толықтай 0-ден бастап 100%-ға дейін апарып тастауға болады. Менде интенсив курстың бір оқушысы былтыр 50-ден 49 балл алған болатын. Ал қазір біз нұсқа талдауды әрі қарай жалғастырайық. Оқу жылының басында мектепке 212 дейді. 212 8-дік санау жүйесінде тұр екен. Сразу түрлендіріп жүрейік. 0, 1, 2, 8-ді қолданамыз, так как 8-дік санау жүйесінен 2 дәрежесі болады бірінші. Көбейтеміз астындағы 2 санына. Қосамыз 8-дің 1 дәрежесі, көбейтеміз астындағы сан 1. Қосамыз 8-дің 0 дәрежесі, көбейтеміз астындағы сан 2.
тең болады. Сонда бізде 8-дің квадраты 64, көбейтеміз 2-ге. Давайте сразу жаза салайық, 128 ғой. 128, қосамыз 8 жерде бірім 8, қосамыз 8-дің 0 дәрежесі мынау 1, 2-нің өзі қалады деген сөз. 138 шықты. Енді ары қарай, дербес компьютерлердің үлесі барлық құрылғының 3/1 бөлігі. То есть мына 138-дің 3/1 бөлігіне тең. То есть көбейтіп жібереміз екеуін. Мына екеуін көбейтсек, бізде 46 шығады. 4 жерде 3-ім 12, 6 жерде 3-ім 18, 12, 18, 138. Да, варианты бізде дұрыс болады. Жобаға қолданушыларды тартып, өнімді алға жылжыту амалдары болатын жобаның әзірлену кезеңін біз ашық бета нұсқа деп атаймыз. То есть сізде уже стартаптың кезеңдерін айтатын болсақ, бізде pre-seed бар, какой-то бір идея бар кезде сізде. Seed кезеңі, сізде уже какой-то бір идеяға байланысты алгоритм бар. Seedтен кейін прототип жасалынады. Прототип кезеңі, прототиптен кейін жабық бета нұсқа кетеді. Альфа нұсқа кетеді. Альфа нұсқа кезінде уже сізде прототиптің чуть улучшенный версиясы бар. Уже тестлеуге дайын. Жабық бета нұсқасы кезінде уже тестлеуге жіберіледі анау. Какой-то бір 10 адам, 100 адам, ана ойын болсын, не болсын, сіздің продуктыңыз тестлейді, көреді. Соның кем-кетіктерін айтады. Потом сол кем-кетіктерін түзейсіз де, ашық бета кезеңінде уже инвесторларды тартасыз, жарнамалайсыз, уже клиенттерге ұсына бересіз. Осындай кезеңдерден тұрады. Енді n тең 7 кезінде код нәтижесін анықтаймын. Алдыңғы нұсқа талдауларда мынаны уже талдаған болатынмын, мынаны бірнеше рет талдаған болатынмын. Давайте қазір тағы да бір рет талдап жіберейік. Бұл қайттан түсіп жатыр екен бізге. Fibonacci сандарын анықтаушы код. Мына жерде Fibonacci сандар ол бізде былай. Бірінші, давайте 0-ден бастап жатырмын да, вот 0 мен 1-ден бастап жатыр. 0, 1, потом екеуін қосасыз, 1 шығады. Потом мұны екеуін қосасыз, 2 шығады. Потом мұны екеуін қосасыз, 3 шығады. Мұны екеуін қосасыз, 5 шығады. Мұны екеуін қосасыз, 8 шығады. Мұны екеуін қосасыз, давайте өтір қояйық мына арасына, 13 шығады. Мұны екеуін қосасыз, 21 шығады. Сөйтіп жалғасып кете береді бұл. То есть каждый келесі сан ол алдыңғы екі санның қосындысы. Енді бізде n тең 7 кезінде дейді. While циклы 7-ге дейін барады екен. I тең 1 дейді, міне. I тең 1 міне. I тең 1, значит, бізде циклымыз вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот. 7 цикл болады деген сөз. 7-ден кіші немесе тең деп тұр, значит, I тең 7 кезінде де бізде бір цикл болады, бір айналым. Енді цикл ішінде не болып жатыр? S-ке апарып F-ті қосып жатыр. F бізде изначально тең 1-ге. Изначально тең 1-ге, то есть, мына жерде 1-ден бастап жатырмыз. Бұл баратта S-ке қосылады. S-ке қосылады 1. Потом бізде F тең болады, F1 қосу F2. То есть, мына екеуінің қосындысы бізде F-ға тең екен. Мына екеуінің қосындысы F-ға тең екен. Суммасы. Потом бізде не дейді? Так. Бізде F1 мен F2-нің орнына F2, F алмасып келіп жатыр. То есть, бізде F1 мен F2-нің қосындысы, то есть, екеуінің қосындысы F2-нің орнына келіп жатыр. То есть, F1-іміз бізде, F1-іміз тең болады F2-ге, ал F2-іміз тең болады сонда F1 қосу F2-ге. Сонда бізде мынау 10-ға бір саты жылжиды, бір орынға жылжиды, мына жаққа қарай. Ал келесі бізде тең болады мұны екеуінің қосындысына. Сонда вот мына 1 шықты. Келесі қадамда мына тоже бір орынға жылжиды, мына жаққа. Ал келесі F2-іміз тең болады мына екеу алдыңғы екеуінің қосындысына. Осы процесс жалғасады. То есть, мына процесс жалғасады. Айдың мәні бізде 1-ге артады каждый цикл сайын. 7 болған кезде соңғы цикл орындалады. Енді получается бізде 7 бар. Как раз біз 7-де тоқтадық. 7 цикл бойы S-ке бар қосылып жатыр. F-тің мәндері. Значит, получается бізде 1 ары қарай қосылады 2, потом қосылады 3, қосылады 5, 1, 2,
Так, иә, 5, потом қосылады 8, қосылады 13. Мынаның қосындысы бізде не болады? 3, 6, 11, 19. Жоқ, мында бізде 1 қалып кетті ғой еще. Мына жерде вот 2, 1 бар ғой бізде. Тағы 1 қалып кетті, міне. Получается, сонда бізде 2, 4, 7, 12, 20, 33 шығады сонда. 33 бар ма? Вот Б вариантында тұр бізде. Келесі, мынандай кестеден 8-ді жазбасын жоюшы команда дейді. Жоюшы ол бізде delete from деп басталады, мынаны тоже жазып тастаймыз, сразу А вариант тұрса екен бізде. Delete from кестеден шарт бізде grade 8-ді сразу. Міне. Төмендегі кестеден C2 ұяшығынан формуланы E5-ке көшіргендегі нәтиже дейді. C2-нің ішінде формула бізде бүйтіп тұр. B2 қосамыз доллар белгісі, B доллар белгісі 3, қосамыз C доллар белгісі 3. Вот осындай сандар тұр. Ну, сілтемелер тұр. Енді қарайық. B3 бізде, так, мынаны біз алдық та, 1 клетка, 2 клетка оңға қарай сырғытып, потом 1 клетка, 2 клетка, 3 клетка төмен қарай түсірдік. Мына формуланы, вот, мына біреу ұяшық қалып келдік. Демек, бізде сәйкесінше сілтемелерде оңға қарай 2 қадам, төмен қарай 3 қадам жылжу керек. Но, бізде доллар белгісі тұрған элементтер өзгеріссіз жазылады. То есть, доллар B, доллар 3 бізде дәл солай түседі. B3 бізде 6-ға тең екен, мынау бізде 6 қалады. Енді бізде мұнда көбейту тұр, кешірім, мына жерде көбейту тұр. Мұнда көбейту қоямыз. Мына жағында қосу тұр. Так, B2-ні сілтеп тұрған мына бір формуламыз оңға қарай 2, төмен қарай 3 позицияға түссе, сәйкесінше мына біреу көк ұяшық сәйкесінше 1, 2 орын оңға, төмен қарай сырғып барады, мына біреу элемент алады деген сөз. Мына біреу элемент алады. Әрі қарай бізде аралас сілтеме тұр мұнда. Мына доллар 3 өзгермейді, сол доллар 3 күймен жазылады. Доллар 3 күймен жазылады. Ал бізде, то есть, значит, үшінші жолда шектеу бар. Мына біреу фиолетовый үшін. Фиолетовый сілтеме үшін бізде үшінші жолда шектеу бар. То есть, мына жерде мынандай көзге көрінбейтін бір қабырға бар деп ойлаңыз. То есть, мына сілтеме. Формула қай жаққа барса бірге жүрмейді жанында, сәйкес, ұяшықтарға қарай секіріп. Ол осы үшінші жолдың ішінде ғана оңға солға қозғалады. Біз формуланы оңға қарай 2 қадам қозғадық. То есть, бізде мына біреу фиолетовый төмен қарай түспестен бұрын оңға қарай 2 позиция жылжиды. Потом төмен қарай түскен кезде мен 4-ші жолды бояп отырмын. 4-ші жолды бояп отыр екен бәсе. 3-ші жол. 3-ші жолда шектеу бізде. Осы 3-ші жолдағы мына біреу фиолетовый ұяшық оңға қарай 2 позиция жылжиды, но бірақ төмен қарай түсе алмайды, потому что шектеу тұр бізде. Демек, мына біреу 5-ті алады мына жерге. 5-ті алады деген сөз. Енді алты жерде 5 30, 30-ға 10-ды қосамыз, 40 шығады. С варианты бізде дұрыс болады деген сөз. Келесі, байланыс матрицасына сәйкес келетін графты көрсетіңіз дейді. Мына жерде давайте графтың суретін салайық. А төбесінен бастайым. Адан Аға қарай ілмек бар бізде. То есть, ілмегі жоқ варианттарды сразу сызып тастай береміз. Әрі қарай. Мына бізде еще былай болады ілмек. Бағытталған граф мынау бізде, полностью мән беріп қарасаңыз варианттардың бәрінде стрелка бар. Енді Адан Б-ға дейін 7 дейді жол. Адан Б-ға дейін жол 7 екен. Хорошо. С-ға дейін 10 дейді. 10 екен. Хорошо. Б-дан А-ға дейін 7 дейді. Б-дан А-ға дейін 7. Б-дан С-ға дейін 9. Мына жақта бізде С бар, значит. Потом Д-ға дейін 8.
Мынау бізде 8. Ойбай, мынау 10 деп жазып қойыптық қой. Мынау бізде с, иә? Ондай болса бізде былай ғой. Так. Мынау бізде с. А мен бұны біттік, с-ны қарадық. С-дан А-ға дейін 10, обратно. Мынау кетті. Потом, так, Б-дан А-ға дейін бар жол. Б-дан С-ға дейін 9. Мысалы өтейік. Б-дан Д-ға дейін 8. Бар. Ары қарай Д-дан А-ға дейін 5. Д-дан А-ға дейін 5. Б-ға дейін 8. Жол бар. С-ға дейін тоже жол бар. Бізде осындай граф пайда болды. Мына жақта 2 жол, мына жақта 2 жол, мына жақта 2 жол, қалғандарында 1 жол. Мынау қате, значит, 2 жол, 2 жол, 2 жол, қалғандарында 1 жол. Б варианты сәйкес келіп тұр. Келесі, аккаунт кестесін сұрыптау нәтижесі дейді. Барлық шоттардың тізімін қалған қолжетімді сомасы бойынша өсу ретімен, өсу десе сразу ascending деген белгілейміз. Descending деген бәрін сызып тастаймыз. Шығаратын сұранысты анықтаңыз дейді. Енді біз мына жерде қолжетімді сомасы ол бізде мынау баған ғой. Значит, біз аккаунт ID бойынша іздемейміз. А варианты бізде сразу дұрыс болады. Қалған баланс бойынша өсу ретімен ascending сұрыптау order by жазбаларды шығаратын командамыз осы. Мына жерде так, на опечаток, скорее всего, мынандай нәрсе болмау керек. Вот. Мынаға мән бермеңіздер. Болып тұрады ондай. Алдыңғы нұсқа талдауда қарасаңыздар, мынандай угловой жақшалар қойылмай кетеді. Сайтқа салынған кезде кейбір тіктер салынбай қалады, оған мән бермеңіздер. Главное, сөздер бойынша іздеп табасыздар ғой. Но если сіз мынадан қарағанда именно үлкен кіші белгісі жоқ вариант тұратын болса, соны дұрысын белгілейсіздер ол кезде. Но в данный момент мына жерде самый дұрыс вариант мынау. Келесі. А1 ұяшығындағы Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет мәтінге қолданылып Б1 ұяшығындағы Қазақстан мәтінін анықтаушы формула пыстыр ғой, получить строку деп аударылады бұл бізде. А1-ден біз 1-ші позициядан 9-ші позицияға дейін алып аламыз. Значит, мұнда бізде 9 әріп бар. Қазақстан деген сөзде 9 әріп бар. И осы 9 әріп бізден істеді, қабылданды. Получен деген болмайды, поиск-пен найти емес. Бізде А варианты дұрыс болады. Келесі, веб-бетке төмендегі тізімді шығарушы HTML код. Мына жерде екеуі де бізде OL тегтері, то есть номерленген тізім. UL болса маркерленген тізім болар еді. То есть 4 бұрыш, шеңбер, диск түрінде шығатын еді. Но бізде 1, 2, 3 ABC деп тұр. Енді обычный OL бізде былай шығарады. Ештеңе жазбасақ та. То есть біріншісі бізде upper Roman деген, и мынау екеуі қате. Бізде мынау и мына біреу варианттар дұрыс болып тұр. Екінші мынаны қарайық. ABC болып шығу үшін біз list style type-қа upper alpha деп белгілейміз. Upper alpha мына жақта тұр, мынау емес. Значит, Б варианты бізде дұрыс болады деген сөз. 26. 11-ші сыныбының информатика мұғалімі 10 балл алған оқушыларына шоколад бергісі келді. Мұғалімде оқушылар жайлы жазылған 11 текстте мәтіндік файлы бар. Әр жолда оқушы аты жөні және балы жазылған мінтір файл. Әрі қарай мұғалім 10 балл алған оқушылардың тізімін output txt файлына төмендегі программа арқылы шығарды дейді. Мынандай программа жазыпты. Енді сұраққа қарайық. 11 txt файлы қандай форматта ашылады дейді. 11 txt файлы мінтір, ашылу форматы оқу режимінде. Бар ма ондай? Оқу үшін деген мына біреу вариант дұрыс болады. Келесі, файл жабық болса, true мәнін қайтарушы әдіс, ол бізде файл closed. То есть, осы бізде файл жабық кезінде true қайтарады. Мәтіндік файлдағы жолдар таусылғанда циклді аяқтаушы код фрагментін біз Б варианты деп көрсетеміз. Себебі А вариантында цикл жүреді просто. С вариантында бізде шарт жүр жатыр, циклді үзетін нәрсе жоқ. Мына жақта просто файлдар жоқ жатыр. Сол себепті бізде мынау ғана болып тұр. Циклдан шығу шарты дейді. То есть бізде мына жерде S-тің ішіне
файлдың ішіндегі жолдар оқылып жатыр. Әрі қарай егер бізде оқылатын жолдар таусылып қалса, мында жоқ болса әрі қарай оқитын жолдар, онда мынау s бос болып қалады, ішінде ештеңе жоқ болады, false болады да. Бұл жағдайда брейк орындалады да бізде не істейді? Программа жұмысын тоқтатады. Ал басқа жағдайда ішінде мәлімет бар болса, онда split арқылы, split бізде алма делік, өрік делік. Осындай екі сөз бар болсын. Мынаған splitті қолдансаңыз, мынаны массивқа айналдырып жібереді. Алма бізде жеке элемент болып кетеді массивтің ішінде. Өрік бізде тоже жеке элемент болып кетеді массивтің ішінде. Бос орын бойынша, по умолчанию бос орын бойынша разбивка жасайды бұл сплит, бөлшектейді. Енді осы бөлшектеген тізімге тағы да бір цикл анықталған, ішіндегі 10 саны, 10 символы көрінсе, ондай болса B-ға біз бонус файлына осы мәліметті жазады екенбіз. Енді келесі сұраққа өтейік. Split кодының жұмысын анықтаңыз дейді. Жолды жаңа айтып өткен бос орындармен тізімге бөлуді атқарады. Енді мұғалімнің программасына сәйкес жұмыс атқаратын басқа кодты көрсетіңіз дейді. Енді сразу мына жерде варианттарға қарайтын болсақ. Так, бізде мында split орындалып жатыр. Splittің ішіндегі мәлімет мәтіндік форматта тұрады, если оны түрлендірмесеңіздер. Мында оны int-қа қарай түрлендіріпті. Но мына жерде қате кетеді. Неліктен десеңіз, мына файлдың ішінде саннан бөлек адам атаулары да бар, фамилиялары бар. Оларды біз int-қа түрлендірген кезде программа не істейді? Мәтіннен санды анықтай алмайды, бүтін санды. Сол себепті мына бізде қате вариант. Әрі қарай, мына жерде тоже қате вариант, сразу минусовать ете берейік, потому что сплиттің нәтижесі массивті int-қа түрлендіріп жатыр. Либо B, либо D болады. Енді D вариантын қарайтын болсақ, D варианты бойынша мында бізде сплиттің нәтижесі мәтін дедім ғой. Сол мәтіннің ішінде санға теңестіру бойынша мында код орындалып жатыр. Мынау бізде тоже қате вариант. Енді B вариантын қараймыз. B варианты бойынша бізде сплиттің ішіндегі мәліметті тексті форматта теңестіріп жатыр, мында салыстырып жатыр. Сол себепті мында B варианты сай келеді. Осы кодтың басқаша түріне. Мында while мен жазылған, мына жақта for мен жазылған бәрі. Әрі қарай кеттік. Компьютердің жады түрлерінің арасында сәйкестік. HDD бізде сыртқы жады, RAM бізде жедел жады, ол бізде ішкі жады. Осылай. Келесі, логикалық сұлба және де логикалық өрнек арасында сәйкестік. Бір бізде терістер жатыр мында. Емес бір. Әрі қарай, мынау бізде көбейту. Ол және. Мынау бізде 0. 0 мен көбейтіліп жатыр. Бұны жақша қаламыз әрі қарай. Әрі қарай бұлар бізде неге бар жатыр? Немесеге бар жатыр. Немесеге тағы келіп жатыр, мына жақтан бір 0. Осылайша нәтиже алынады. Емес 1 және немесе 0 дейді. Мынау бізде осыныкі. Енді екіншісін қарайық. 1 келе жатыр. Мынау бізде көбейту конъюнкция. Және 0 келе жатыр. Екеуін жақша аламыз. Сыртында бізде немесе тұр. 1 деп жазылып тұрса, бұл дизъюнкция, бұл немесе. Бұл немесеге келе жатыр. Также жақшаның ішінде 1 мен 0-дің көбейтінісі, то есть 1 және 0. Ондай бар ма? 1 және 0, немесе 1 және 0. Міне тұр. Мынау вариант бізде осыныкі. Келесі, бізде информатика деген, информа деген екі сөз бар екен мында. Find функциясы мына біреу символды, мына біреу берілген индекстер арасынан іздейді. Демек 0, 1, 2, 3-ден бастаймыз, до конца кете береміз деген сөз. Мына жерде табылады, 4, 5, 6, 7, 8-ші индекс табылады мына жақтан. Ал мына жақтан біз сөзді іздеп жатырмыз. Информатиканың ішінен форманы іздеп жатырмыз. Ол бізде міне тұр. 0, 1, 2. Екінші индекстен басталып тұр. Сол себепті мынау бізде 2-ге тең болады.
Келесі, мынандай кесте берілген. Төменде А вариантын қарайық. Select grade дейді. From academic performance were average like. Вот мынандай 9-бен аяқталады деп сұрап тұр. Но бізде бәрінің соңында пайыз тұр. 9-бен аяқталып тұрған жоқ мына мәтіндер. Но давайте пайыз жоқ деп есептесек, онда 59 таңдалады. Ал 59-ның тұсындағы grade-тің мәні бізде 9А-ға тең. Получается 9А болады біріншісінің жауабы. Ал екіншісінде студенттің quantity student бізде 25-тен кіші, ол мынау. Соның тұсындағы grade ол бізде 8А дейді. 8А ол бізде мынау болады деген сөз. Келесі, параметр берілген. Осы параметрі объект, то есть object деген тегпен бірге қолданылады. Оның бірінші жағдайында мына movie деген бұл нысан файлдың дерек көзі. То есть бұның фильм екен, кино екендігін айтып тұрмыз. Ал екіншісінде мынау quality дегеніміз сапасы. Сапасы деген міне тұр. Көру сапасын орнатады екен. Келесі, мәтінге 4 символдан тұратын алфавит қолданылды. N тең 4-ке. N тең 2-ның x дәрежесі. Значит, мынау бізде 2-ның x дәрежесі болады. Бұдан шығады 2-ның квадраты тең 2-ның x дәрежесіне. X тең болады 2-ке. Енді k-ны анықтау керек. K бізде 6 бет, 24 жол, 64 символ. Мынаны көбейтеміз. Так, бізде 6 көбейту, 24 көбейту, 64, тең шығады 9216. 9216. Енді бізге анықтау керек ақпараттық көлемді. I тең kx-қа. K бізде 9216 көбейтеміз, x бізде 2-ге. Сонда бізде шығады, 2-ге көбейтсек, 18432. 18432. Енді осы 18432-ның біз мәнін қазір битте аламыз. Оның битте мәндері жоқ, оны байтқа түрлендіру керек болып тұр. Значит, біз не істейміз? Мына 18432-ні аламыз да бөліп тастаймыз 8-ге. 2304 байт шығады. 2304 байт шығады. 2304 байт мін тұр. Енді килобайтқа түрлендірейік. Мынаны бөліп тастаймыз 1024-ке. Сонда 2-де 25 килобайт екен. 2-де 25 килобайт екен. F варианты бізде дұрыс болады. Келесі, мына біреу санды 3CD дейді. 16-лық санау жүйесіндегі санның басқа санау жүйелеріндегі мәндері. Мынау бізде 16-лықта тұр. Біз оны 10-дыққа түрлендіре алайық. 0, 1, 2 деп жазам. 16-ның квадраты көбейтеміз астындағы сан 3-ке. Қосамыз 16-ның 1 дәрежесі, көбейтеміз астындағы сан C-ға. C дегеніміз 12. 12. Қосамыз 16-ның 0 дәрежесі ол бізде 1 болып кетеді, сол себепті жазбай қойсақ. Қосамыз D-ді, D бізде 13. Тең болады сонда. 256-ны 3-ке көбейтсек неше шығады бізде? 256 көбейтеміз 3-ке, 768 шығады. Оған қосамыз жақшаның ішінде 16 көбейту 12. Тең болады 960-қа. Қосамыз 13-ті. 973 дейді. 973. D варианты бізде дұрыс шықты. Енді давайте біз мынаны басқа санау жүйелеріне түрлендірейік. 3CD дегенді прямой түрлендіріп жіберуге болады. 3 дегеніміз 1-1, C дегеніміз 1-1-0-0, D дегеніміз 1-1-0-1. Мынау мән бізде E вариантында тұр екен, сразу бет аударып жіберуге болады. 0 либо аласыздар. 3CD-ді біз 973-ке түрлендіріп алдық. Давайте 973-ті қолданайық. 973-ті бөлеміз 2-ге. Так, бізде 462 болады. 480. 486 болады. Alt жерде 212, бір ойда. Екі жерде 816, 17, бір ойда. 4 жерде 28, ойдағымен 9. Бір қалдық қалады. Мынаны 2-ге бөлеміз. 243 болады. 6, 8, 4. 486-ны азайтамыз, 0 қалады.
Мынаны 2-ге бөлеміз. 121. Сонда 242 шығады мұнда. 1 қалдық қалады. 121-ді ары қарай тағы 2-ге бөлеміз. 60-тан береміз, минус 120. 1 қалдық қалады. 2-ге бөлеміз, 30-дан береміз, минус 60. 0 қалдық қалады. 2-ге бөлеміз, 15-тен береміз, минус 30. 0 қалдық қалады. 2-ге бөлеміз, 7-тен береміз, минус 14. 1 қалдық қалады. 2-ге бөлеміз, 3-тен береміз, минус 6. 1 қалдық қалады. 3-ті 2-ге бөлеміз, 1-ден береміз, минус 2. 1 қалдық қалады. Сонда кейінгі ретпен бәрін жинасақ, так, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, потом мына жақтар бар. Так, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Вот, шықты міне. Енді ары қарай осыны аламыз да, біз 8-ге бөлсек, 8-дік санау жүйесіндегі мән шығады. Так, давайте 1-ден береміз, минус 8, 1 қалады, 17-ні 2-ге бөлеміз. 2-ден береміз, 8-ге бөлсек, 2-ден береміз, так. 16, 1 қалдық қалады, 13-ті 8-ге бөлсек, 1-ден береміз, минус 8, бізде 5 қалады мұнда. 5 қалады, 5-пен аяқталып тұрған F варианты сразу бүйтіп жазсақ болады. Ну, давайте ары қарай шығарайық, 8-ге бөлеміз, 1-ден береміз, минус 8, 4 қалады, 5-тен береміз, 5-тен береміз. Минус 40, бізде 1 қалады. Мынау шықты уже. Соңындағы 15. Мынаны 8-ге бөлеміз, 1-ден береміз, минус 8, бізде 7 қалады. Сонда 1, 7, 1, 5, 1, 7, 1, 5, міне. Келесі, бізде мынандай код берілген. X тең 2 дейді, Y тең 3 дейді. Давайте жанына жазып қойық. Мынау бізде 2, мынау 3. Получается, бізде мұнда 2, 3 болып түседі бұлар. Бізде 3 жол бар деген сөз, әр жолда 2 жұлдызша бар деген сөз. Жұлдызшаны біз, если 2-ге көбейтсек, онда 2 рет шығады ол просто. И осындай циклдан 3 бар екен. Получается, бізде жұлдызша, 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 жұлдызша деп шығу керек. Ол бізде E вариантында тұр. Келесі, деректерді ұйымдастыру бойынша дерекқор иерархиялық, реляциялық және де жиілік болып 3-ге бөлінеді. То есть бізде А, С, Е дұрыс болады. Қай тегтер арқылы гиперсілтеме жасауға болады? Линкта жеткізу мекен-жайын name'ға жазбаймыз. Б варианты бізде дұрыс. А тегінің ішінде href-қа жеткізу мекен-жайын жазамыз, сілтеме мәтіні, мұнан бәрі бізде дұрыс. Линкқа href жазылмайды, src жазылады оның ішіне. Мына жақта атрибуттың атауы жоқ. Мына жақта А-ның ішінде линк болмайды, екеуі тік, бірінің ішінде бірі бола алмайды. Сол себепті бізде только Б варианты дұрыс болады екен 40-та. Тексеріп өтейік, 40-та только Б варианты дұрыс болды. Алдыңғысы А, С, Е болды ғой, міне А, С, Е дұрыс. То есть, пожалуйста, біз 50 балдан 50-ін алып тастадық. Осылайша біздің 46-шы нұсқа талдауымыз бітті.